Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, миксерді қажет етпейтін өте керемет торттың рецептісін ұсынамын. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін газге қоюға ыңғайлы ыдысқа жұмыртқа, қант, ұнды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сүтімізді 2 бөлікке бөліп құямыз. Алдымен аздаған бөлігін құйып, осылай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын бірден құйып жіберуге болмайды, себебі бізде комоктар пайда болуы мүмкін. Сол үшін осылай 2-ге бөле отыра құйып, онан соң орташа отта үздіксіз араластыра отыра қоюланғанша ұстаймыз. Біздің креміміз дайын болғаннан кейін сары майды салып, тағы да араластырамыз. Бетін осы видеодағыдай етіп, пленкамен жауып, біздің кремімізді толықтай суытамыз. Қамырын дайындап аламыз. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қантты салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қаймақты салып, тағы да араластырып аламыз. Сұйық май құямыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра қосып, араластырып аламыз. Барлық ұнды бірден салып жіберуге болмайды, себебі біздің тортымыз көтерілмей аласа болып қалуы мүмкін. Формаға пергамент қағазын төсеп, біздің тестамызды құямыз. Біздің креміміз толықтай суығаннан кейін осындай кондитерлік мешокқа кремді салып, басын аздап қана кесіп, біздің тортымыздың бетіне тура видеодағыдай етіп сығып шығамыз. Тортты шамамен 170-180 градуста 40-45 минутта пісіреміз. Тортымыз дайын, өте керемет жұп-жұмсақ болып шығады. Әрі жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.